Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар. Бүгін бізде күшті керемет сабақ, яғни бір ғажайыпқа толы сабақ десек болады. Себебі бүгін біз сабақта особо қатты бір нәрсеге, принципке бағынып қалмаймыз, бір еркіндік, қиял фантазиямызға ерік беретін сабақ болып табылады. Яғни бүгін тақырыбымыз армандар орындалады, Ниро Алахан арт коучинг бойынша болады. Жалпы бүгінгі сабақ еркін жібереміз дегеніміз, ойымызды терең еркіндікке жібереміз, өзімізді еркін армандауға мүмкіндік береміз. Мысалға айтайық, бұл сабақ кімдерге арналады, яғни жақын ортада өзіңіздің бір арманыңыз пайда болды. Сол арманыңызға жету үшін осы алгоритмді салсаңыздар болады. Яғни бұл жерде қалай? Бұл жерде мысалға бір арманыңыз пайда болды, мысалы кәсіп ашу дейік, көп ақша табу үшін не істеу керек тағы, саудамен айналысу деген идея келуі мүмкін, немесе басқа да бір кәсіптің түрлерімен айналысам деген сияқты, білім бойынша кәсіппен айналысам, или осындай қызметке орналасам деген сияқты бір әртүрлі армандар пайда болуы мүмкін. Сол армандарымыздың шын мәнісінде сіздікі ма? Сіздікі емес па? Тура бізде үшінші сабақта айтқан едік қой, установка сабағындағы берілген екінші техника бар. Менің қалауларым деген, хачуларым деп айттық орысша. Сол хачуларым сияқты тура. Яғни соны біз нейрографикалық тұрғыдан үшінші сабақта өткен тақырыбымызды бүгінгі сабақта нейрографикалық тұрғыдан, яғни бұл біздікі ма, менікі ма? Жоқ, өзгеден көріп алып, соған еліктеп жатырмын ба? Жоқ, әлде осы шын мәнісінде бұл менің жан дүниеме жақын ба, жақын емес па деген тақырыптар талқылайтын боласыз. Осы алгоритм арқылы. Екіншісі мынандай болады. Мысалға сіз бір нәрсені мақсат тұттыңыз, барлық нәрсені жасадыңыз. Жаңағы адамда іздедіңіз, психикаңызбен жұмыс істедіңіз, санаңызбен жұмыс істеп жатсыз, бәрін көріп жатсыз, қалай айтсам болады, кәсіп ашу үшін сондай маман адамдарды да таптыңыз, жолықтыңыз, сөйлестіңіз, бірақ каким-то образом әйтеуір бір кедергі кездесе береді, орындалуына кедергі кездесе береді ғой. Сондай адамдарға да осы кезде жаңағы жеңілдету үшін, яғни біз сол нәрсеге бүкіл энергиямызды жіберіп қоямыз да, өзіміз ұмытып кетіп жатамыз. Сондай жағдайда да осы алгоритмді салуға болады. Яғни біз барлық нәрсемді істедім, жасадым, енді Алла тағалам жаңағы жаратушы ем, мен саған жібердім барлығын орындаусы өзің үшін деген сияқты осылай нейрографика нейрон линия арқылы жіберуге арналған алгоритм болып табылады. Ең алдымен бізге бұны салу үшін білесіздер, ең алдымен бізге 2 минуттық жаттығу жасаудан бастаймыз. 2 минуттық жаттығу. Оны барлығымыз білеміз уже, 2 минуттық жаттығусыз біз алгоритм салмаймыз. Яғни 2 минуттық жаттығу немізді қоямыз, секундомерімізді қоямыз, қасымызға кішкемізді 2 минут бойы қандай сөздер келеді осы арманыңыз бойынша, или арманыңыздың атауын жазып қойсаңыздар болады. Мысалға, менде онлайн школа дейін. Онлайн школа. Так, онлайн школа, онлайн школа деп жазым, и сол тақырыбына байланысты 2 минуттық қандай ой келеді, содан бастап жазатын боламыз. Қыздар, енді қараңыздар, біз өзіміздің арманымызды, уже Ниро Алаханымызды саламыз. Ол үшін біз сол қолымызды қолданамыз. Неліктен сол қол? Оң қол біздің қайырымдылық жасаушы, берушіміз. Сол қол біздің қабыл алушымыз, Сондықтан біз сол Алаханымыздың бейнесін, яғни қараңыздар, мен сол Алаханымның бейнесін осылай қоямын да, карандаш аламыз, но менде карандашты аламыз да, немізді Алаханымыздың бейнесін сызамыз. Яғни қараңыздар, Енді осыны әдемдеп тұрып жасап шығамыз. Қарандаштарыңызбен әдемдеп, может бүйтіп ашқыңыз келіп жатқан шығар Алаханыңызды, Мысалға, менде осылай коррекция жасағым келіп тұр. Осылай анықтап аламыз. Каждыйыңыз өзіңіздің сол қол Алаханыңызды осылай қағаз бетіне түсіріп алыңыздар. Мынау менің сол қолым, менің қабылдаушы қолым. Тура осылай айтыңыздар. Бұл менің қабылдаушы қолым. Қараңыздар, енді біз бұны карандашпен сызғанымызды маркердің көмегімен елшілеп шығамыз. Мен дәл қазір өзімнің, мысалы өзіме қатыстырып айта беремін, сіздер әрқайсыңыз өзіңізге қатыстырып айтуыңыз керек. Мен дәл қазір өзімнің қабылдаушы қолымды салып жатырмын. Бұл қол менің қабылдаушы қолым.
мен өмірден, вселенныйдан, Алланың берген ризық несібесін барлығын толық дерлік осы алақаным арқылы қабылдаймын. Міне, осылай жасап алдық. Егер де мына жерде нелеріңіз, карандаштарыңыз бүйтіп осылай болып қалса, былай өшіріп тастауға болады. Міне, мынау менің алақаным, Енді қараңыздар. Енді мен жаңа айттым, минутты жаттығудан алдын айттым сіздерге. Мен бір онлайн школа ашқым келеді, который не только ол жерде нейрографика қамтылған. Недавно маған сондай идея келді. Не только нейрографика қамтылған, неге мен ол жерде психосоматика, именно қазір аурулардың несі көбейіп жатыр, психологиялық аурулардың күйі көбейіп жатыр. Психологиялық ауру деген кезде біз психические заболеваниялармен шатастырып жатырмыз ғой. Не только ол, раковый ауру таза психологический ауру, жаңағы нерв жүйесінің ауруы ол таза психологический ауру, бауыр ауруының өзінің де мысалы түрлі себептері бар, Сол сияқты неге психосоматикалық қазіргі трендте болып жатқан, неге трансформационный играларды онлайн түрде шығармасқа, Сол сияқты түрлі сондай бағыттарды қамтитын, психологияның түрлі бағытын қамтитын бір школа ашқым келеді. Менің арманым сол да. Сондықтан сол арманымның бейнесін мен осы жерге круг, шеңбер ретінде көрсеткім келеді. Кәдімгі үлкен, әдемі, алақанымның тұсында сол шеңберім. Мынау менің онлайн школа. Яғни бүгін мен қазір шын мәнісінде осы бағыт менікі ма, менікі емес па? Соны анықтайтын боламыз. Сіздер өз армандарыңызды жасаңыздар. Жақын ортада қандай идея келіп жүр сізге? Ақша табу үшін міндетті түрде біз белгілі бір нәрсені бастауымыз керек қой. Сол бастайтын немізді саламыз. Осылай бейнелеп алдым. Бұған міндетті түрде жазудың қажеті жоқ. Главное, сіздің түп санаңыз бұны білетін не екенін. Осылай, енді қараңыз. Менің онлайн школа арманым. Сіздікі қандай арман? Енді осы жерде мен нейрографический 3 линия жүргіземін. Төменнен жоғары қарай жүргіземін, Неліктен? Себебі нейрографический линияны тамырдан бастап биікке қарай жүргіземіз арманымызды, Оны да алдыңғы сабақтарда толығымен сіздерге түсіндіріп өткен, неліктен линия бұлай жүретін туралы. Және бұл 3 линияны сызып жатқан кезде осы арманыңыз сіздің орындалып жатыр. Қандай сезімде болып жатыр? Не болып жатыр? Қандай көңіл күй болып жатыр, Соның бәрін сезініңіз. Мысалы, менде онлайн школа ашылды. Менде әртүрлі бағытта онлайн школа. Менде не болады? Ең бірінші түрлі тәжірибелі психологтар тарта бастаймын ортама. Яғни тәжірибелі психологтар пайда бола бастайды. Енді мен не істеймін? Бұл жерде нейрографический линия жүргіземін. Түрлі тәжірибелі психологтар келе бастады менің өмірімде. Қараңыз, бірінші линия. Екінші линия тағы да ойлаймын. Тағы не болады менде? Менде бірінші рет финансовый еркіндік болады. Тағы не болады? Тағы солай жаңағы кәсібім одан артық дамып, жаңағы болашағым жарқын бола түседі деген сияқты ма? Білмеймін, сіздерде қалай болады. Сол сияқты өзіміздің осылай 3 нейрографический линиямызды сызып аламыз. Бұны сызып алғаннан кейін біз не істейміз? Бұны салып алғаннан кейін біз уже энергия көзімізді іздей бастаймыз. Яғни бұл арманым менің уже орындалып жатқан еді ғой жаңа 3 линиямен, енді бұл арманым орындалды. Не болады? Саяхат, бірінші ойыма келетін нәрсе. Круг теңдерінде осылай жасайсыздар. Саяхат. Тағы не болады? Жаңа орта, Жаңа орта пайда болады менде. Тағы не болады? Деген сияқты өзіңіздің барлық жететін жетістіктеріңізді, түрлі осылай шеңбер ретінде жасап шығасыздар. Қараңыздар. Мысалға, бұл жаңағы ең бірінші ортаға пайдалы болу, пайдамды тигізу, көп адамдармен байланыс жасау, еркіндік, саяхат, жаңағы қаржылық бостандық деген сияқты әртүрлі нәрселермен ойыма келеді. И осылай өзіңіздің әрқайсыңыз өздеріңіздің осылай армандарыңыздың жеткен кезде қандай боласыздар? Не болады өмірлеріңізде? Неге жетесіздер? Мысалға, қайырымдылықпен айналысуға менде мүмкіндік болады мысалға да. До этого мысалға көп мөлшерде емес, аз мөлшерде қайырымдылық айналысып жүрсек, болашақта уже мен егер осындай жетістікке жететін болсам, үлкен көлемде адамдармен қайырымдылықпен айналысам, одан кейін жаңағы не? Мен саяхаттаймын, отбасыммен қыдырамын, еркін боламын, менде жаңа орта, жаңа достар пайда болады, уже менімен ойлас, менімен шеңберлес, дамығысы келетін әлеуметтік ортадағы адамдармен араласа бастаймын деген сияқты. Әрқайсымыз өзіміздің сол жазған бірінші арманымызда жеткен кезде біздің өмірімізде не болады? Сол нәрсеге мән беріп, осылай шеңбер жасап шықсаңыздар болады. Шеңбер міндетті түрде осы 3 линияға жабысып қалмаса да болады, бұлай өз алдына бөлек болып тұра берсе де еш нәрсе етпейді. Түсінікті ғой, Енді қараймыз.
осыны біз реализоваться етеміз, яғни орындалуға батқан тілдендіреміз, ынталандырамыз. Ол үшін біз не істейміз? Нейрографический линиялар жүргіземіз. И жүргізіп жатқан кезде де қандай эмоция келіп жатыр, қандай жағдайлар болып жатыр, не сезініп жатсыз, барлығына толыққанды мән беріңіз. Өзіңіздің қолыңыз болды, жетеді дегенге дейін саламыз. Бір салған біздің неміз, шеңберіміз мынау нейрографический линия жүргізілмей қалмауға тиіс. Барлығы толық жүру керек. Міне, менде мысалы қазір жеткілікті деп ойлап тұрмын. Как-то мына жерден тағы бір еркін өз алдына жүргізгім келіп тұр. Міне, осылай менде жеткілікті деп тұрмын. Енді біз міндетті түрде не істейміз? Округление жасаймыз. Мына нейрографический линияны жүргізіп жатқанда, құрметті қосқа қатысушылар, сіздер міндетті түрде сол армандарыңыз болып жатыр, сол ситуацияның ішіндесіз, сол ситуацияда болып жатсыз. Не болып жатыр? Қыдырып жатсыз ба, дастарханда отырсыз ба, судың жағасында жүрсіз ба, не киіп жүрсіз, не істеп жүрсіз? Егер саяхат туралы армандайтын болсаңыз, басқа елде туралы өмір сүру туралы армандайтын болсаңыз, білмеймін қайсысы қалай екенін, тура сол ситуацияның бәрін сезініп көруіңіз қажет. Мен мысалға жаңа ортада қандай боламын, қалай боламын, кімдер болады менің ортамда, қандай мамандар болады, не істейді олар қандай білім опытымен бөліседі онлайн ортада. Өзімнің бағыттарым бойынша, жаңағы арт-терапия бойынша, нейрографика бойынша тағы қандай нәрсе бере аламын мен деген сияқты ситуацияның бәрін сезінуіміз керек. Одан кейін бізде негізгі ол нәрсе фигура, ол біздің алақанымызбен, алақанымызды былай қалыңдап істейміз, чтобы ол басқа неден анық көріну керек. Алақанымызбен жаңағы арманымыз бар емес па, соны осылай қалыңдап шығыңыздар, чтобы ол сіздің басқа фигураларға қарағанда басқаша маңызды екенін көрсету қажет. Өйткені біздің жаңағы арманымыздың бәрі ол біздің сол қол алақанымызда. И соның барлығын толыққанды сезініп отыруымыз қажет. Не болып жатыр, қандай болып жатыр, кімдер келіп жатыр өмірімізге, сіздің қазіргі соны айтып жатқан кезде эмоциялық сезіміңіз қандай, барлығына толыққанды мән беруіміз қажет. Міне. Осылай жеткілікті деп ойлаймын. Енді одан кейін шеңберімізді де тоже қалыңдап шығамыз. Яғни фиксация беріп жатыр қой бұл жерде. Түсініп жатқан шығарсыздар. Ерекшелеп алдық, алақанымызды. Енді міндетті түрде не істейміз біз? Округление жасаймыз, дөңгелектейміз. Яғни дөңгелектеп жатқан кезде де жаңағы болып жатқан ситуацияның барлығын еске түсіреміз. Так, осы жерде қатысушылар қараңыздар, мен маркердің шуан жағын қолдандым. Тек округлениеге, жіңішке жағын қолданып жатырмын. Видеода міндетті түрде әрқайсысына мән беріп отырыңыздар. Осылай бүкіл қиылысқан жердің барлығын дерлік дөңгелектеп шығасыздар. Осылай ішін, сыртын дөңгелектеп жатқан кезде де өзіңіздің эмоционалдық күйіңізге өте жоғары деңгейде мән беріңіздерші. Не болып жатыр, не кедергі болып жатыр, қандай нәрсе пайда болып қалып жатыр, қорқыныш пайда болып жатыр ма? Жоқ, бұлай болған, оказывается, сізге емес па? Білесіз, вообще прям шаттанып жатсыз ба? Ол шаттанып, қуанып, энергияңыз тасып жатса, бұл менікі, значит, мен осы нәрсеге жетуім керек деп жатсаңыз, ол өте жақсы деген сөз.
міне енді біз округление жасап болдық. Осы жасап жатқан кезде менің түп санамнан көп ответтер шықты. Шын мәнісінде осы қажет па саған? Дәл қазір дайынсың ба? Қалай ойлайсың? Дәл қазір мынандай нәрселерді жасап алсаң, сосын барып осы қадамға барсаң қалай болады деген сияқты түрлі идеялар келді. Сіздерде қандай идея келді? Соның барлығын это не просто так сізге келіп жатқан жоқ. Ол сіздің түп санаңыз уже жауап беріп жатыр. Егер сіздерге осылай мен сияқты ответ келсе, менде мысалы мынандай сосын істеп жатыр. Да, бұл нәрсе өте жасауға идея өте керемет, өте күшті. Алайда бірінші сен мына қадамдарды бітіріп ал. Осыны бітірген кезінде сен автоматты түрде осы нәтижеге жетесің деген подсказкалар келіп жатыр. Олай болатын болса, онда өте ол керемет деген сөз. Енді біз мына маркердің жіңішке жағын алып алып, нейрографические линиялар жүргіземіз. Бұл өте майда, өте нежный нейрографические линиялар жүргіземіз. Бұл нейрографические линияларды біз округление жасамаймыз. Ол арт-коучинг бойынша біз бұндай нейрографические линияларды округление жасамаймыз. Оның себебін ол кейінгі мүмкін алдағы уақытта басқа арт-коучинг бойынша өткен нелер бойынша түсіндіріп айтуым мүмкін. Осылай өзіміздің әдемілеп нейролинияларын жүргіземіз. Бұл нейролинияның негізгі мақсаты біздің өмірімізде түрлі жаңағы армандаған арманымыздың, осы бүгінгі арманымыздың вселенныйға жіберіп жатырмыз. Алла тағаланың орындауына жіберіп жатырмыз осы линиялар арқылы. Қараңыздар, бізде алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса, жаңағы біз фиксация жасайтынбыз, фиксациялар жасайтынбыз, сосын жаңағы бізде фиксация мынау болып тұр, қазір, сосын біз Алла жолына жіберетін негізгі жол деп салатынбыз, оның барлығы дерлік бұл нейрографикада, бұл алгоритмде оның қажеті шамалы, қажеті жоқ деген сөз. Яғни біз фиксация жасамаймыз. Фиксациямыз біздің так Аллаханмен біздің арманымыз болып тұр. Сонымен қатар біз Алла орындауына жіберем деген линия сызбаймыз. Оның линиясы мынау майда нейрографический линиялар болып тұр. Түсінікті ғой баршаңызға. Енді біз осы нейрографический линиямызға түстер беретін боламыз. Өзіміз таңдаған әдемі жағымды түстерді таңдап аласыздар. Мен өзіме осылай 4 түсті таңдап алдым. И 4 түстен бастап, төменнен бастап әдемі қылып өте ашық түстерді боясаңыздар болады. Боялу тәсілін де білесіздер ғой, жаңағы бір нейрографический линияға бір тор ғана боялмау керек, бірнеше тор боялу қажет. Екеуден кем болмау қажет, біреу болып қалып кетпеу керек деген сияқты. Бояп жатқан кезде де өте мән береміз. Не болып жатыр? Подсознание не деп жауап беріп жатыр сіздерге? Қалай деп жатыр? Мүмкін басқа бір тың идеялар айтып жатыр ма? Барлығына толыққанды мән береміз.
Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, менің нейроалақан алгоритмім аяқталды. Мен көптеген ответтер болды, менде де көптеген нейрографический салып жатқан кезде мида қарсылықтар пайда болды. Оны ертең прямой эфирде бөлісетін боламыз сіздермен. Міне, сіздердікі қалай шықты? Сіздерде қандай қарсылықтар пайда болды? Сонымен қатар өзіңіздің салған нейрографикалық суретіңізбен, алгоритміңізбен Instagram парақшада жазып бөлісіп қойдым, ұмытпаңыздар. Мен сіздерге тікелей эфирде қандай қарсылықтар шықты және сол қарсылықтарды қалай не қылдым, моментально қандай установкалар жасадым, оны тікелей эфирде бөлісетін боламын. Сау, сәлеметте болыңыздар, қайырлы білім болсын.